Бәріңе сәлем достар, сізден біргемен әмсе бүгін біз өздеріңіз көріп тұрғандай жаңа сезон, жаңа летсплей бастаймын. Бұл летсплейдің аты супергеройлық саяхат. Неге супергеройлық деп есептеп отырсаңыз, себебі бұл жерде супергеройларға арналған бір кішігірім мод бар. Даже кішігірім емес, үлкен мод. Ол мод енді былай ойын барысында кейінгі серияларда өздеріңіз көре жатарсыздар қандай ойын екен. Ендігі достар, осы серияда келетін болсақ, өздеріңіз көріп тұрғандай, уже біз генерация мира болды. Мына жақта деревня бар екен, бірақ мынау что-то особенный деревня емес, бір түрлі деревня екен. И қазіргі басқа выживанияларда не істейді? Ең алдымен біз барып тезірек былай қарасап ағаш қазуымыз керек. Бірақ ең алдымен мен команда жазғым келеді, ол команда Vein Miner деген модты активировать етеді. Яғни сол арқылы мен былай ағаштарды ұзақ қазып қойым, тезірек бір өсін қазғанда барлығы түсіп қалады. Оны бірақ қолмен емес, балтамен жасау керек. Сол үшін мен тез арада балта жасап алайын әзірге. И тағы да достар, айта кететін жаңалық, менің инвентарымда уже верстак бар. Ол модтың аты верстак инвентарий деп аталады. Так, тезірек верстак жасайық. Верстакты мен ачивкалар үшін жасаймын, а то былай маған верстактың өзі керек емес. И тезірек былай балта жасап алайын. Енді осы Vein Miner'дің көмегімен ағаштарды тез арада барлығын қазып тастау керек. Бірақ оған шейін достар, мен бұл ағаштың барлығын қазып тастағанша мен пауза қоятын сияқтымын ғой. Жарайды, пауза қойын, яғни 1, 2. Мінеки достар, өздеріңіз көріп тұрғандай уже менде кәдімгідей жарты стак емес, даже бір стактан асатын ағаштар жинап алдым. И осыларды әзірге дубовый доскаға айналдырайын. Бірақ әзірге березаны айналдырмай тұра тұрамын. Енді достар, қазір бізде тамақ жоқ. Сол үшін біз қылыш алып, мына жерде тұрған шошқаны өлтіріп тастайық. Себебі тамақ бізге өте қажет. Я уже тамақтар кәдімгідей келіп жатыр. Так, мынау не ресурс пакпен қарасам, кішкене тамақ піскен сияқты көрінеді, бірақ шикі тамақ екен. Так, мына жерде кәдімгі қазір деревня бар екен. Оған деревняға барғанша қазір көре тұрайық. Сложность легкий емес, нормальныйға қойдым. Себебі тағы оңай болып кетсе. И достар, мына мини картада данж тұр мына жерде какой-то. Бірақ ол данжға әзірге бармаймыз, себебі ол данжда тағы да бізді не күтіп отқанын білмеймін әзірге. Бірақ кейін железный сет барлығын жасап болған соң баратын сияқтымын ғой. Так, мына жерде шошқа қашып кетті, мен барып өлтіріп тастау керек тезірек. Так, өлтіріп тастайық. И кәдімгідей тамақ шығып жатыр бізде. Так, мынаны өлтіріп тастау керек. Әзірге көп тамақ жинап болу керек, себебі кейін алдағы болашақта қиналмайтындай. Уже тамақ кәдімгідей отыр. Так, достар, ана жерде данж тұр. Так, осыған барып көреміз ойдың. Қазір не болады екен көрейік. Так, мына тамақ қайда? Там не тұр екен ғой. Так, мына данжда не бар екен? Так. Ох ты, ё-моё, железный голем, блин. Железный емес, каменный вот, достар. Так, кет бар. Кет, жоғал. Аны мен қуаламайды, қуаламайды ғой, ё-моё. Блин, достар, каменный голем. Мен железный ма деп ойласам, каменный екен, өкінішке орай. Блин, адам шошытты ғой. Я достар, бағанағын айтып кеткендей, оған дайындалып бармасақ, бұлай біз големді жеңе алмаймыз. Ода 100 жизнь бар, ал біздің мына ё-моё, қалай айтсам болады, мынау деревянный қылышымыз өкінішке орай 4-ақ урон, сондықтан шанс големда көбірек. Так, мына жерде достар, деревняны қарап отырсам, кәдімгідей процветанный дейді ғой. Ой, не айтып кеттім мен, в общем. Дамыған деревня екен. И мына жерде достар, мен кітаптарды көріп тұрмын. Осы кітаптардың барлығын тонап қайту керек. Себебі алдағы уақытта бізге осы кітаптардың барлығы керек болады. Так, осындай қазір топор жасап тастайық. И осы кітаптардың барлығын алып алайық. Кейінгі зачарованияда бізге керек болады міндетті түрде осы кітаптардың барлығы. Так, уже қанша болды екен? Так, мынаумен қосқанда уже осы барлық үйді арылап кәдімгі бір стаққа жеткіземін деп ойдам. Сондықтан кеттік. Өздеріңіз көріп тұрғандай менде уже 64, яғни жоқ, бір стаққа жоқ
кәдімгідей кітаптар бар екен. Так, мынау кім даже? Дану. Мынау кім екен? Так, бұл, по-моему, бір хардкорный модтардың бірі ау деймін. Так, жақындамай бауырым, жақындамай. Так, өлтірдік. И бұдан өкінішке орай бізге ештеңке түскен жоқ. Иә, достар. И уже қазір былай қарап отырсам кеш батып баратыр. Біз мына бір үйде кішкене қоныстана тұратын сияқтымыз ғой, себебі бұл үйде қалай айтсам болады, пеш бар зато. Опа. Так. Мына қаптап кетті ғой, емай. Так. Анау не жақта жүр, по-моему, бұл жителдерға тиспейді сияқты ғой. Әлде бұл жителдердің қорғаушылар ма екен? Түсінбедім. Я, достар, мына үйде біз әзірге қоныстана тұрайық. Себебі бұл үйде пеш бар, бағана айтып кеткендей. И бұл жерде осы пеште қазір біз өзіміздің тамағымызды пісіріп алайық. Оған үшін бізге дубовый доска керек. Я, достар. Уже көріп тұрғандарыңыздай кеш батты, түн батты. И, достар, сіздерге тағы да бір айтып кететін жағдайым бар. Бұл жерде мен Gamer Rule Captain Inventory 3 қоспаймын, себебі бұл жерде менде бір мод бар. Өлсем, сол өлген жерінде какой-то бір, қалай айтсам болады, бір не тұрадандай, мола сияқты. Сол моладан мышканың оң жағын басып, қалған заттардың барлығын ала берсем болады. Так, уже күн батты. Бізде әзірге тамақ, уже 3 тал тамақ пісіпті. Тезірек жеп алайық. Болды. Уже екеуі де жетті бізге жегенге. Так, кеш батып тұр әлі. Так, енді әзірге қазір тамақтарын піскенше күте тұрайық. Оғашы мен паузаға қой тұрайын. Сонымен, достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бізде уже 19 свинина бар. Так, уже тамақ дайын болды. Енді так, былай қарап отырсам, уже баяғыда кеш батып кетті. Мына жақтағы жителдерді көріп келейік. Так, бір жаман дауыс шыққан сияқты болды. Так, мына жерде житель неше түрлі нәрселермен торговля жасайды екен. Так, мына жерде не болады екен? Так, бұл жерде ештеңе. Мына жерде де. Так. Осы мына жерде, достар, мен байқамаппын, тағы да кітаптар бар екен. Осы кітаптарды ағыласа керек. Себебі кітаптар бізге ешқашан артық етпейді. Так. Тағы да, по-моему, басқа үйлерді өткізіп жүрмедім. Тағы да кітаптар. Уже бізге зачарование кезінде уже барлығы керек болады. Опа, мына жерде де тағы да сондай бір кітаптар бар екен. Так. Жаман дауыстар шығып отыр кәдімгідей. Мына кітаптарды тоже мен алып кетейін өзімен бірге. Так. Опа. Уже бір жарым стак уже кітап болыпты. Мәссаған, еще мына жерде бір 5 орындық қылыш бар екен. Так. Тағы да бір алмазный қылыш, 13 орындық. Бұл да өте жақсы. Так. Шахтаға барып осындайдың 9-ын алсақ, демек, мына жерге осындай коин алуға болады екен. Және де 12 железа. 12 железа тағы да осындай бір коин алсақ, онда бізге уже 11 коин арқылы бір алмазный қылыш алуға болады екен. Иә, демек, достар, уже жақын арада шахтаға барамыз деген сөз міндетті түрде, себебі шахтасыз болмайды бізде. Так. Анаяқта да кітаптар бар екен ғой, білмеймін, қалайша өткізіп жүрмін ол кітаптардың барлығын. Мына жерде қорқынышты дауыстар шыға беріп отыр. Барған сайын. Так, мына жерде уже осындай 4 книжная полка болады. И сол 4-ті 3-ке көйтем, өзі же 12. Бізде сонда 44 болады екен. Так, мына жерде жителдер басқа ештеңкемен торговля жасамайды, өкінішке орай. Так. И бұлай қарап отырсам, мына жақта. Ё-мое, анау кімдер? Так, өзім непонятно болып тұрмын. И қазір, достар, по-моему, шахтаға барамыз өйтім, себебі шахтадан біз өзімізге керекті ресурстарды жинап алуымыз керек. Мысалы, уголь сондай. Бірақ мына мини картада бұлай айтарлықта ештеңке жоқ. Так. Әзірге мына қорқынышты дауыстар кәдімгідей мені шошытып отыр. Бірақ, достар, по-любому шахтаға барамыз өйтім. Бірақ мен шахтаны қай жерден ассам болады, білмеймін. Так. Бізде қазір кожа жоқ, и мына жерде мен сиырларды көріп тұрмын. Осы сиырлардан кожаны алып алса болады.
Так, әзірге кожа шыққан жоқ. Мына жерде достар бір нәрсе тұр. Қазір көрейік не тұрған. Так, мына жерде бір нәрсе тұр. Так, мынау портал ма? Ё-моё. На достар, уже басталмай жатып портал тауып алдық. Менің ойымша бұл өте керемет. Бірақ достар, бұл жерге мен әзірше кірмеймін. Себебі порталға бізге әлі ерте. Сондықтан мен әзірге бұл порталға кірмей тұра тұрамын. Әзірге бір басқа бір жерді аралау қажет сияқты. Иә достар, өздеріңіз көріп тұрғандай әне-міне дегенше уже қазір кәдімгідей уақыт өтті. Мына жерде мен бағана қарап отырып, какой-то біреуді тауып алдым. И бірақ мынау бізге шабуылдағысы келіп тұрады. Так, әзірге ұрылмайды бұл. Бірақ жақын арада ұрылуы мүмкін что-то. Так, ұрылмай ма, не мен түсінбедім. Так, тағы да шығып кетпесін деп қойып. Так, блин. Мынау әзірге ұрылмай тұр. Или қат қалды ма, түсінбедім. Әлде модтар істемей жатыр ма? Так. Маған теспей ма сонда? Түсінбедім. Так, вроде бәрі дұрыс. Так. Ұрсашы мен. Так, мен түспей тұрмын, мынау что-то ұрмай тұр. Или мынау легкийде тұрған сонда. Вроде нормальныйға қойған сияқты едім. Опа, кетті, блин. Достар, ең бірінші өлім. И көріп тұрғандарыңыздай, ана ұрмайма десе мені ұрып кетті ғой, өкінішке орай. Так, тезірек бұлай жүгіріп барып, өзімнің заттарымды алып алу керек. Бағана айтқанымдай мола пайда болады деген. Сол ана жақта тұр әлі. Так, бұлай көрсетейін. Әнекей. Так, анау адам қайда кеткен білмеймін. Адамды қоймыш, адам емес қой. Опа, әне тұр. Опа, блин. Қуалап келе тұр анау мені. Так, опа, бергешен. Так, бергел. Өзі жоқ қойып едің ғой, бергел. Осылай бергесей. Анаған өзім түспесе маған түспейтін сияқты қазірге орай. Так, давай. Опа, өлтірдім. Өте жақсы. И бұл жерде бізге какой-то бір тиындар берді. Коппен коин деген. Так, бұл тиындар не істейтінін әзірге білмеймін. Бірақ бұлай мына жерден не жасалатынын көрсем де ештеңе өкінішке орай көрінбейді. Бірақ алдағы уақытта бірден шахтаға барып, шахтадан бізге мынандай бір амазин ба осындай бір заттар керек. Бұл шахтада бар деген ойдам, осындайдан 9 тал жинап, осындай коин алып, и өзімізге бір алмазный жақсы бір қылыш алу керек сияқты. И достар, осымен мен аяқтайтын сияқтымын, себебі уже маған берілген уақыт аяқталды, себебі мен одан сайын көп уақыт түсіре алмаймын. Интернеттің скоросты аздығына байланысты. И достар, бұл серияда сіздерге өте қатты ұнады деген ойдам, себебі осы жерде біз кәдімгідей деревня таптық, неше түрлі заттар таптық, уже кәдімгідей 1,5 стак кітап таптық. И осы кітаптар алдағы уақытта зачарованияда бізге керек болады. И достар, осымен мен аяқтайын. Егер сіздерге осы серия ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош.